Бірде құда күткелі жатырмыз емес пе? Содан құдалыққа бардық, күтіп отырмыз, құдалар келуге бір 45 минуттай уақыт бар екен деді. Шетінен келіп жатыр, қонақтар келіп жатыр. Содан баяғы замандасым кіріп келді, ой, мен абысыным ғой, көмектесуге келдім, осылай келе салдым деді. Байқасам әлгінің киген киімі шалбарменен жабыстырып, кофта киіп алған. Осы көп айтады екен демеңдер, содан әлгі қызға айтамын ғой енді. Әй, абысының болса да айналайын ау, құда күткелі жатырмыз, мысалы құдағиларымыз біз енді. Сен бір дұрыс көйлек киіп келсең нағылады, бір қазақша шапаныңменен бір ұзын етекті көйлек киіп келші айналайын. Күте тұрайық, құдаларды тұра тұр дейік деп сөйтіп күлдім. Сөйтіп едім, рас айтасыз ба, мен енді көмектесемін ғой деп чауып келе салып едім дегені. Сіз айтсаңыз болды, мен барып ауыстырып келе қояйын дейді. Сонымен кәдімгідей бір 5 километр жерде тұратын кісі болатын. Бір таксиді жалдады да жүгіріп кетті. Дұрыс айттыңыз, мен өзімді ойланып келіп едім деп үйіне барып, сол арада жаңағы ұзын етекті көйлек, қазақша камзолын киіп, басына әдемі, әппақ әдемі орамалын, жарқыраған орамалын тағып тұрып келді. Ол келді бір 10 минут дегенде уже құдалар келіп тұр ғой. Шашуды шашып, арқанды тартып, сол жерде тамаша билеп, көркін кіргізіп жіберді. Сіздің айтқаныңыз қандай жақсы болды, көңілді бір жақсы жүрдім. Киімде адамға бір әсер береді екен. Мен жаңа киімде, мысалы шалбарменен, мен құдалардың алдынан да шыға алмайтын едім, билеп те жүре алмағандай едім. Сіз өте дұрыс айттыңыз ғой деп маған ризашылығын білдірді. Сөйтіп сол тойдың сол замандасым көркін кіргізіп, әнін айтып, құдаларды биге шақырып, тойдың көркін кіргізіп жіберді.